Мортимер Адлер өз кітабында жазған оқу түрлері. Бірінші, элементарлы. Бұл мектеп кездегі оқу тәсілі. Оқисың, түсінесің, соны айтып бересің. Екінші, инспекциялық. Кітап оқығанда бір бетті бастан аяқ оқып, ішіндегі маңызды тезистарды ғана жазу. Бұл уақыт жетіспеген кезде болады. Үшінші, аналитикалық. Кітапқа сүңгу, толықтай ене отырып, әрбір сөзге тереңнен үңілу. Автор келтірген сілтемелерге зер салу. Бір параграфты толығымен зерделеу. Негізгі мақсат – кітапты 90-100% дейін түсіну. Төртінші, зерттемелі кітап оқу тәсілі. Бұл кітапты хобби ретінде оқу емес. Белгілі бір зерттеу объектісін негізге ала отырып, бір сәтте бірнеше кітап оқып, бұрынғы бір теорияны жоққа шығару сынды ғылыми мәселелермен шұғылдана отыра оқу. Адам әрқашан ұлық мақсатпен өмір сүру керек.